Сәлем, менің атым Бауыржан және бұл Баукаплей арнасы. Достар, осы видеоға 200 лайк жинайық. Қыздарға неге жаман жігіттер ұнайды? Қыздарға бұзық жігіттердің ұнау себебі біздің табиғатымызда. Ерте заманда адамдар тайпада топтасып өмір сүретін болған. Ол тайпаны ең күшті адам басқаратын болған және ол күшті адам ешқандай ережеге бағынбаған. Бұл қыздардың инстинкттерінде бар. Қанша жерден бұл әлем өзгерсе де, қазір күшті емес бай адамдар үздік саналады. Жүздеген жылдар бойы байлық физикалық күштен жоғары саналып келеді. Бірақ ол қыздардың инстинкттеріне әсер ете алмайды. Себебі бұған дейін бәрін күш шешетін. Миллиондаған жылдар бойы күштілер жеңіп, әлсіздер құрбан болатын. Миллиондаған жыл мен не бары 2000 жылдың қайсысы көбірек әсер етеді? Шыны керек, мен мектепте бұзық жігіт болған жоқпын. Менің ағам бар. Ол өз мектебінде атаман болғандықтан маған үлкендер көп әңгіме айта алмайтын. Мен көп төбелеспейтінмін, ал төбелескен кезде көбіне жеңілетінмін. Бірақ әңгіме мен жақындарыма келгенде менен мықты адам болмайтын. Мысалы, мен 6-шы сынып оқығанда мен бойым өте аласа болатын. Бір күні мен мектептен қарындасыммен қайтып келе жатқанда, мен қарындасым маған оны сыныптастары ренжіткені туралы айтты. Менің ашуланғаным сонша, мен өзімнен жасы да, бойы да үлкен баланың мұрнынан секіріп жатып әрең ұрған едім. Ол маған жауап қайтармай үйіне қайтып кетті. Бұл да біздің инстинкт деп санаймын. Өз адамдарын қорғау. Мен өзім әжемнің тәрбиесімен өскендіктен өзімді тәртіпті ұстауға тырысатынмын, момын болатынмын. Бірақ менің бала кезімдегі досым өскенде өте бұзық жігіт болып кетті. Темекі шегіп, арақ ішіп, үлкен жігіттердің қатарына кіріп кетті. Сондықтан мен онымен достықты бұзуға мәжбүр болдым. Ол тәртіпке бағынбайтындықтан мектепте көп қыздар оны ұнататын. Мен бағана айтқан ағам одан да бұзық болатын. Оған қыздарды сындыру шемішкені шағумен тең еді. Мен соған еліктейтінмін. Университетке түскенде мен де сол бұрынғы досым сияқты және ағам сияқты бұзық болуға тырыстым. Және бұл жұмыс істейтін. Мен бірнеше қызбен кездесіп жүрдім, бірақ бір уақытта маған олардың ешқайсысы ұнамай кетті. Сен өзің қандай болсан, айналаңа сондай адамдар жиналады екен. Егер сен қызыңның көзіне шөп салсаң, сенің қыздарың да сенің көзіне шөп салады екен. Сен бұзылған жігіт болсаң, сенің қыздарың да бұзылған қыз болады. Ендеше көп сынған қыздардан не пайда? Егер олар саған ұнамаса. Мынаны есте сақтаңыздар. Әлемде тәрбиелі қыздар бар, бірақ олар аз. Егер сен тәрбиелі болсаң, саған қыз табу қиын болады. Себебі сен пәк қызды іздейсің. Саған бұзылған қыздар керек жоқ. Ал егер сен өзің бұзылған жігіт болсаң, қыз табу өте оңай болады. Бірақ олардың сапасы жоқ болады. Олармен жақсы қарым-қатынас құру мүмкін емес. Саны көп, сапасы жоқ. Егер адал қыз іздесең, адал жігіт бол. Немесе керісінше, адал жігіт іздесең, өзің адал қыз бол. Қазіргі заманда адал болу өте қиын. Ақша, фигурасы әдем қыздар айналады. Байдың балалары қыздарды ақша арқылы өздеріне ғашық қылғылары келеді. Қымбат сыйлық. Бұндай факторлардан кейін адал болу өте қиын. Бірақ егер өз эмоцияларыңды басқара алсаңдар, бақытты отбасы құруға болады деп сенемін. Сонымен қорытынды. Жаман жігіттерге жаман қыздар ғана ғашық болады. Әркіммен бір болғанша жалғыз болған артық. Достар, егер осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып арнаға тіркеліңіздер, ұнамаса да лайк басыңыздар, себебі мен красавчикпін. Ал сіздермен бірге болған Баукаплей арнасы және Бауыржан Сарколов. Сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше. Но он упрямо верил, что найдет покой в ее глазах. И снова новый рассвет перебьет сон.